Сәлем достар, сіздермен EasyKZ. Инвестиция және қаржылық сауаттылық тақырыбын қазақша қарапайым тілмен түсіндіретін арна. Бүгінгі видео отандық Kegok компаниясына арналады. Осы видеода компанияға инвестициялық тұрғыда талдау жасап, дивидендтік саясына шолу жасайтын боламыз. Не үшін Kegok акциялары алуға тұрарлық? Биылғы жылы компаниядан дивиденд алу үшін қашанға дейін акцияны алып үлгеру керек? Бір акцияға қанша дивиденд төленетін болады? Осы және басқа да сұрақтардың жауабын алу үшін менімен видеоның соңына дейін болыңыздар. Ал арнада үзілмей видеолардың шығып тұруы үшін қолдау ретінде лайк басып, пікір жаза кетулеріңізді сұраймын. Арнаның жаңа көрермендері болсаңыздар, жаңа видеоны жіберіп алмас үшін арнаға тіркеліп, қоңыраудың үстінен баса кетіңіздер. Лайк басып, арнаға тіркеліп болсаңыздар, мен ақпаратпен бөлісуді бастайын. Kegok немен айналысады? Осы сұрақтың басын ашып алайық. Бұл компания бүкіл Қазақстан бойынша электр энергиясын жеткізумен айналысады. Отандық нарықта электр энергиясын жеткізумен айналысатын көптеген компания бар болғанымен, Kegok өз саласының монополисті десек артық болмас. Еліміз бойынша компанияның кернеуі 1150 киловатт құрайтын 395 электр желісі, 83 электр подстанциялары бар. Ал электр желісінің ұзындығы еліміз бойынша 27800 километрге дейін жетеді. 2014 жылы компания халықтық IPO бағдарламасы негізінде жария компания аталынды. Kegok осы уақытқа дейін IPO, SPO өткізіп жария компания атанғанымен, оның басым бөлігі мемлекетке тиесілі. 2023 жылғы ақпаратқа сүйенсек, компанияның 85% самұрық қазына қорына, шамамен 7% бірыңғай зейнетақы жинақтау қорына тиесілі. Ал жекелей акционерлер тек шамамен 7%-ді құрайды. Акция бағасы SPO-дан кейін бір деңгейде қалыпты болып келгенімен, компания биылғы жылы екінші рет дивиденд төлейтіндігі жайлы ақпарат шыққаннан кейін біраз өсе бастады. Соңғы бір айда акция бағасы касса қор нарығында 1480 теңгеден 1530 теңгеге дейін өскен. Компания жуықта өзінің соңғы жарты жылдық есебімен бөлісіп, қаржылық көрсеткіштері бойынша инвесторларды қуантты. Есепке сүйенсек, кіріс пен таза табыс сәйкесінше 16%-ға және 62%-ға өскен. Бұл көрсеткіштердің өсуі компанияның тұрақты өсім көрсетіп келе жатқандығын білдіреді. Оған қоса, таза табыстың артуы болашақта дивидендтің де көлемінің ұлғаюы мүмкін деген сенімге әкеледі. Себебі, компанияның жарлығына сәйкес, компания таза табысының кем дегенде 60%-ын дивиденд ретінде төлеуге міндеттеледі. Көпшіліктеріңіз компания ұзақ уақыттан бері жылына 2 рет дивиденд төлеу саясатын ұстанатындығын білетін шығарсыздар. Сәйкесінше, биылда акционерлер жиналысында компания 2024 жылдың бірінші тоқсанында тапқан таза табысының 64,5%-ын дивиденд төлеуге жұмсайтындығымен бөлісті. Ол дегеніміз, әрбір акционер бір акция үшін шамамен 82 теңге көлемінде дивиденд алатындығын білдіреді. Дивидендтерді төлеу осы жылдың бірінші қарашасынан бастап жүзеге асырылатын болады. Ал егер сізде әлі Kegok акциясы болмаса және сіздер дивиденд алып үлгергілеріңіз келсе, дивидендті алуға құқығы бар азаматтар тізімі 28 қазанға дейін тіркелетіндігіне қарамастан, Астана және Қазақстан қор нарығы кассы Т қосу 2 принципі бойынша есептеу жүргізгендіктен, ең кеші 24 қазанды қосып алғанға дейін Kegok акцияларын сатып алуларыңыз керек. Графикті қарасаңыздар, компания 2014 жылдан бері дивидендті үзбей төлеп келеді. Оған қоса дивиденд көлемі жыл сайын артуда. Kegok компаниясының акцияларын көбіне инвесторлар осы компания тұрақты және жылына 2 рет дивиденд төлейтіндігіне орай қорғаныс активі ретінде сатып алады. Алда айтып өткендей, компания тапқан таза табысының тек
65%-ға жуығын дивиденд ретінде төлеуге жұмсайды. Ол инвесторлар үшін оң белгі. Ол дегеніміз, компания табысының барлығын инвесторларға емес, ары қарай дамуына жұмсайды дегенді білдіреді. Ол шығындар ақталған жағдайда компания табысы артып, акция бағасы өсетін болады. Мысалы, осыған дейін компания тапқан табысының 100%-ын инвесторларға дивиденд төлеуге жұмсайтын. Егер сізді Кегок компаниясы қызықтыратын болса, және де инвестиция жасауды қарастырып жүрсеңіздер, кез келген брокер арқылы келесі экранда көрсетілген тикерді теріп, Астана халықаралық қор биржасынан немесе Қазақстан халықаралық қор биржасынан сатып алсаңыздар болады. Бірақ, әрбір инвестиция тәуекелмен байланысты екендігін ұмытпаңыздар. Және осы бағалы қағазды сату немесе сатып алу өзіңіздің инвестициялық стратегияңызға тікелей байланысты. Сіздер бүгінгі видеодан өздеріңізге пайдалы жаңа ақпарат алдыңыздар деп үміттенемін. Видео ұнап жатса, лайк басып, пікір қалдырып кетулеріңізді сұраймын. Бұл сіздер үшін оңай, ал маған жаңа видеоларды салуыма мотивация болады. Рахмет. Келесі видеоларда сіздерді күтетін боламын.